Қимайды жүрек. Арай өмір бойы тек шешесімен ғана тұрады. Әкесінің бар жоғын да білмейді. Кішірек кездері барлық балалардың әкелері бар. Менде неге жоқ деп шешесінің мазасын алушы еді. Өсе келе онысын қойып кетті. Себебі анасы өте мейірімді, еңбекқор, ақылды, асыл жан. Анасы үйге кіргенде, күн шуағы бірге кіргендей, жұпыны үйлері жайнап кетеді. Ақша жағынан қысылып, қымтырылып қалып жатса да, басқа жағынан ешқашан кемдік көрмеген Арай тым ерке. Жасы 13-ке келгелі, неше түрлі қылық шығарып, анасы кейде мектептегі мұғалімдерден сөз де естіп келіп жүр. Сонда да қызына қатуланып, қатты сөз айтып көрмеген анасы, жұмыстан қанша шаршаса да көңілді болып жүруге тырысады. Өзі ауруханада жай ғана медбике болып жұмыс жасаса да, жұмысына сондай тиянақты. Әрі ауырып жатқан адамға шын жан ашып, барын салып көмектесуге дайын тұрады. Басқа әріптестері ұйықтап жатқанда, бұл әрбір жанның қасына барып, қалдарын біліп, жағдайларын жасаудан бір шаршамайды. Кейбір ес-түссіз жатқан жандармен көбінесе өз қызы жайлы, оны қалай жақсы көретіні туралы баяндап, олардың да жақындары үшін өмір сүруге күресулері керек екенін айтып, өзін естіп жатқандай сөйлесіп жүретін бұны әріптестері кейде келеке де ететіні бар. Әсіресе дайындаған тамағының дәмін айтсаңшы. Арай әрдайым: «Мам, сен мейрамханаға аспаз болып жұмысқа кірсеңші, жұмысы да азырақ, ақшасы да көп, және үйде де тамақ жасап шаршамайтын едің» десе анасы: «Қызым-ау, мен кетсем менің көмегіме зәру жандар не істейді? Мен олар үшін керекпін, олар мені күтіп жатады» дейтінді. Бүгінде сабағынан ерте шығып, сыныптастарымен қыдырып, қалаға көшелерін біраз кезген Арай, анасының жұмыстан әлі келмегеніне қынжылып, мұздатқыштағы дайын тамақты ысытып жеуге де ерініп, жатып маужырап кеткен еді. Шырылдаған телефон даусынан селк етіп оянып кетті. Бұл Ақбарова Ақмаралдың үйі ме? Иә, тыңдап тұрмын. Ақмаралды көлік қағып кетті. Қазір ауруханада халі нашар. Одан кейінгі болған нәрселер еміс-еміс есінде, тұман ішінде адасып жүргенде сезімде. Жанталасып ауруханаға барғанда тек анасының өлі денесін құшақтап жылағаны. Бірсыпыра адам жиналып, анасын ақтық сапарға шығарып салғаны. Жылап-жылап сілесі қатқан бұған есіркеп, аянышпен қарағандары болмаса, ешбір туысы ерке шолжың қызды өздеріне алғылары келмегені. Олардың әрқайсына жәутеңдеп қарай-қарай танымайтын адамдардың жетегінде балалар үйінің есігін аттағаны бәрі Арай үшін көрген түстей болып еді. Түскі ас кезінде асханаға ертіп әкелген апайы: «Балалар, бізге жаңадан Арай деген қыз келді. Қанеки Арай, мына жерге отырып тамағыңды іш» деп өзі асығып шығып кетті. Бөлмедегілердің бәрінің көзі Арайда. Өңменінен өткен жанарлардан тайсалып, бүгежектей берген Арайдың тамағына ас өтер емес. «Танысып қояйық, сұлу қыз, менің атым Қайсар» деп қолын созған баланың қолын алудың орнына: «Менің тәбетім жоқ, мынаны сен жей бер» деп алдындағы тағамды ысыра салған Арай орнынан тұрып бөлмесіне қарай беттеген. «Ой, нифига себе! Кана, дана, борзая» деп қарсы отырған орыс қыз қасындағы құрбысымен бұған қолын ұстаған балаға әрдеңені айтып жатты. Бөлмесіне кіріп төсегіне жатқаны сол еді. Асханадағы екі қыз кіріп келіп: «Ей, новенькая, саған бұл жердің тәртібін үйретуге келдік. А то өзіңнің кеудеңе нам пісіп кеткен екен» деп еді. Қасындағы көрші қыз зып беріп есікті шыға жөнелді. Өзіне қарсы келген орыс қызының қолын бұрап жіберген Арай, оны өзіне теріс қаратып, қолын қатты қысқан күйі тістеніп: «Маған тисуші болма, ұқтың ба?» Мектепте ұлдармен жүріп, кейде тіпті қыздармен төбелесіп те көрген Арай, анау-мынау адамға дес бермейтін, өзінен әлдеқайда денелі қызды оп-оңай бұрап тастағанын сескенген қасындағы құрбысының да беті қайтып қалды. Екеуін итеріп бөлмесінен қуып шыққан соң, сүйсіне қарап тұрған Қайырға қарап: «Не болды сонша? Бір концерт көргендей боп тұрсың ғой» деген түйіліп. «Мына үйде талайдан бері іш пысып жүреді. Сен келіп кішкене жан кіріп қалды ғой. Күлкім кеп кетті. Байқа, қатты күлем деп ыңғайсыз жағдайға қалып жүрме» деген Арай есігін тас жапқан. Қайырдың
Биыл мектеп бітіріп 18-ге толатын жылы Алла қаласа балалар үйімен қоштасып, үлкен өмірге жолдама алмақшы. Сабағының үлгерімі жақсы, қоғамдық жұмыстарға белсене араласатын Қайырды балалар үйінің директоры Зоя апай жақсы көреді. Сондықтан да ол кісінің бөлмесіне еркін кірген Қайыр Арай туралы сұрап біліп алған. Оның жақында ғана анасынан айырылып, тірі туыстары бар болса да, балалар үйіне түскенін естіп, Арайдың жараланған, қасқырдай ызаланған жайын ұққан ол, оны алыстан бақылап жүрген. Арай балалар үйіне түскеннен соң көп ұзамай-ақ аяқ астынан Зоя апайлары қайтыс болып кетті. Ол кісінің мейірімді мінезін аңсап барлық бала жабырғап қалған. Ендігі күндері не болар екен деген алаңдаулары тегін болмаған екен. Директордың орнына келген орта жастан асқан қатулы қабақты Мұхтар есімді азамат балаларға аса қатал болып шықты. Бұрындары емін-еркін жүгіріп жүретін балалар аяқтарының ұшымен жүріп қатулы қабақтардан қаймығып қалған. Оған қоса осы кісі келгеннен-ақ балалар үйінің тамақтары да бұзылып кетті. Өзінің танысын асханаға алған олар мезгілі өтіп кеткен арзан қолды тамақтармен тағам жасауды әдетке айналдырып, артық ақшаны қалталарына басып алатын балалар үйінің жұмысшылары сезгенмен де ешкім қатал директорге қарсы тұра алмады. Жәутеңдеген балалар үшін араша боламын деп өз жұмыс орнынан айырылып қалғылары келмеген олар үнсіз жүруді жөн санаған. Өз үйіндегі анасының дәмді тамағын аңсап, бұрыннан жарытып тамақ ішпейтін Арай мүлдем астан бас тартып, бір күні талып қалды. Жедел жәрдем орталық ауруханаға апарып жатқызып, қыздың ағзасы әбден аштықтан әлсірегенін айтқан дәрігерлер біраз күн ине салып дәрумендер қабылдау керек деп ауруханаға жатқызған. Арайдың жатқан палатасына директор кіріп келгенде ол төсекте жалғыз жатыр еді. Қасындағылар далаға серуендеуге шығып кеткен. Арай, қал жағдайың қалай? Қырсығып тамақ ішпеймін деп жүріп, мынандай жағдайға тап болдың. Бәрін өзің кінәлісің. Саған кім келіп балалар үйіндегі ас мәзірі туралы сұраса да, жамандап айтушы болма. Өзіңнің ол жерге қайтып келетініңді ұмытпа. Сіз келгеннен бері тамақтың итке құйса ішкісіз болып кеткені өтірік емес қой. Жап аузыңды жетімек. Өзіңді кім екеніңді ұмытпа. Маған қарсы келетінде сен кімсің? Көзін адырайтып төне қараған бойы қолымен бұның көрпесін тартып ашпақшы болған кезде Арай директордың қолын оңдырмай тістеп алды. Түгін қалдырмай боқтап ала жөнелген Мұхтардың жұдырығы жұмылып, бойы қалш-қалш етіп түрі бұзылып кеткен. Мұнда не болып жатыр? Не айқай-шу деп кіріп келген медбикені көрген Арай уф деп есін жиса, Мұхтар сасып қалып өтірік күлімсіреген болып: жай қолымды соғып алдым байқаусызда. Жарайды Арайға, тез сауығып кет, менің айтқан ақылымды ұмытпа деп ақырын басып шығып кеткен. Сол беті ашуы тарқамаған Мұхтар өз кабинетіне келіп қымбат коньякты сіміріп алып жоғарғы сыныпта оқитын Арина есімді қызды өзіне шақыртып алды. Арина өз жасынан үлкен көрінетін, әрдайым боянып сыланып, өзінен кішкенелерге қысым көрсетіп, өзін ерекше паң ұстап жүретін бойжеткен. Өзінің сыныптасы Қайыр қыз жігіт болып жүруге ұсыныс жасағанмен де оны менсінбей қойған еді. Енді міне осы директор келгеннен бері бірнеше рет көзін сүзіп өткенін байқап қалған Мұхтар Арина кірісімен оны мақтап ала жөнелді. Коньякты құйып, асты үстіне түскен. Өзіне деген сый-құрметтен және ішіп алған ащы судан бойы балбыраған Арина өзіне қарап ынтығып тұрған, өзінен әлдеқайда үлкен ер азаматтың құшағына қалай құлағанын өзі де білмей қалды. Иә, мына балалар үйі мұның ащы алақанында, жұмса жұдырығында. Бүгінгі қолын қыршып алған ана Арай бейшараны шыбын құрлы көрмей, бірақ мыжып тастайды әлі. Басшылық Аринаның қолын ештеңеден қақпай, оның жасаған бұзақылықтарына көз жұма қарағандықтан да Арина өзінен кішкенелерге күн көрсетпейтін болған. Әйтеуір күнде бір нәрсе ойлап тауып, бір бүлік шығарады да жүреді. Бүгін ауруханадан оралған Арай асханаға кіріп, орнына отырғаны сол еді. Арина жетіп келіп: әй қыз, тұр мына жерден, бұл орын менікі деген тістеніп: не, сатып алып едің? Өзінен кішкене қыздың қарсы келгеніне жыны қозған Арина жұдырығын ала жөнелген. Арайдың бетіне
Таяп қалған Аринаның жұдырығын шап беріп ұстап қалған Қайыр: «Арина, қойсаңшы, саған не болған? Өзіңнен кішкентайларға тиісіп әбден құтырып кеттің ғой». «Кана, не мешай». Көзі қанталап кеткен қыз ештеңеге көнгісі келмей, осы кезде тәрбиеші асханаға кіріп: «Кәне балалар, кешкі астарыңды ішіп болсаңдар, бүгінгі би кешіне дайындалыңдар» дегенін естіген барлығы улап-шулап есікке қарай лап қойды. 2 аптада бір болатын би кешін тосып отырған олар Арина мен Арайды тастай сала солай қарай асыққан. «Рахмет саған» деген Арай алғаш рет Қайырға байыппен қараса, Арина тістеніп: «Әлі кездесерміз, сазайыңды беремін» деп теріс айнала берді. Би кешінде көңілсіз тұрған Арайдың жанына Қайыр келіп биге шақырды. «Менің биге зауқым жоқ» дегеніне қарамай алып шыққан. Олар жай әуен ырғағымен тербеліп жүреді. Әуен ауысқан кезде Арай жылап жіберді. «Не болды саған?» «Мына ән анамның сүйікті әні еді» деп солқылдаған Арайды кеудесіне басқан Қайыр шашынан сипап: «Жылап ал, мауқыңды бас» деді. Би аяқталған соң жүр далаға шығып таза ауа жұтып келейік, басыңның ауырғаны басылады деген Қайырға ілесіп есік алдындағы қақпаға келді. Күзетші атаға кіріп сөйлесіп шыққан Қайыр мұны ертіп қақпаның сыртына шықты. Қарсы бетте орналасқан көп қабатты үйдің шатырына еш кедергісіз шыққан кезде ғана Арай: «Сен бұрыннан осылай шығып жүріп едің? Мына жер сенің қыздарыңды әкелетін жер ме?» деп таңданып: «Бұл жер менің көңіл күйім болмаған кезде келетін, тек өзім ғана білетін, көңілімді тыныштандыратын жер. Мінекей қарашы, бүкіл қала аяғыңның астында жатқандай. Осы сәтте өзіңді осы өмірдің қожайыны сияқты сезінесің емес пе?» Шынымен ақ керемет көрініс. Мың құбылған шамдарға қараған Арайдың да анасы қайтыс болғаннан бергі қамыққан көңілі бір сәт жадырап қалғандай, өзін бір бостандыққа шыққандай сезімге бөленген. «Қайыр, сенің өкінішің бар ма? Оны не үшін сұрадың?» «Мен қазір анамды орынсыз ренжіткенім үшін, оған жиі-жиі жақсы көретінім жайлы айтпағаным үшін қатты өкінемін». «Арай, анаңды жоқтап қатты қайғырып жылай берме. Сенің көз жасыңа қабірі суға толы, жаны жай таба алмайды. Анаңның о дүниеде, өзіңді өзің қолға ал» деді. «Қайыр, менің анам мен түгілі ауруханадағы ауруларды қимай өмірінде бір демалысқа шығып қыдырып көрмепті. Менің балалардан кем болмауымды ойлап, өз жағдайы әр кез кейінге қалдырып жүргенде бір-ақ күнде көзден бұлбұл ұшты. Оның өліміне кінәлі адам қазір әлі бостандықта жүр екен. Нағашы ата-апам тірі болғанда мен мына балалар үйінің есігін аттамас едім. Анамның кегін алар едім шіркін. Ал әкең қайда?» «Әкем анамды аяғы ауыр кезінде тастап кеткен екен. Анам әкем туралы сұрағанымды ұнатпайтын. Сондықтан мен әкемнің не аты жөнін, не бұл өмірде бар жоғын білмеймін». «Қамыға берме. Сен қайта 14 жыл анаңның арқасында бақытты балалық шақтың дәмін таттың ғой. Ал сен қашаннан бері бұл жердесің?» «Менің әкем жас кезінде қылмыстық топпен бірге болып, мен өмірге келген соң олардан алшақтап, сол кәсібінен бас тартқысы келген екен. Оны жібергісі келмеген басшысымен келіспей, ақыр соңында оны өлтіріп алыпты. Сол басшының сойылын соғушылар анамнан кегін алып, ақыр соңында өлтіріп тынған екен. Әкем қазір түрмеде, бірін тірідей, бірінен өлідей айырылған мен балалар үйіне түскенде небәрі 4 жаста болатынмын». Арай Қайырға аянышты көзбен қарап қалған еді. Қайыр күлімсіреп: «Арай, өмір жалғасады. Балалар үйіндегі әр баланың басындағы ауыр тағдырын естіп, біліп, бойың үйреніп кетеді әлі. Қой, уақыт болды. Би кеші аяқталмай тұрып қайтып үлгеруіміз керек. Кеттік» деп оның қолынан ұстап түргеле берді. Екеуі бұның бөлмесінің алдына келгенде Қайыр: «Арай, сен маған бір көргеннен ұнадың. Неге екенін білмеймін, сені көргім кеп тұрады» деген бұның көзіне мейірлене қарап, Арайдың жүрегі кеудесінен шығып кетердей бұлқынып, беті қызарып, аяқ қолдарынан жан кеткендей қалтырап, өзіне бұрын белгісіз сезімге бөленген. Сыпайы ғана алғысын айтып, Қайырды шығарып салған соң төсегіне құлай кеткен Арай алғашқы махаббат жайына қадам басқанын сезіп, алдағы өмірі әдемі түске енгендей күй кешкен. Ертеңінде Қайыр Алинаға: «Арайға енді тисуші болма. Бұл күннен бастап біз екеуміз бір жұппыз. Ой, больно надо».
Фу, тоже мне великая любовь деп мысқылдаған Аринаның бар ойы директорды қалай да болса қармағына түсіру болып, екеуін жайына қалдырған. Балалар үйіне директор болу үшін қомақты ақша беріп, жайлы орынға жайғасқан Мұхтар жетімдердің қал жағдайын жақсартуды емес, өз құлқынын өз жағдайын жасаумен әуре. Әсіресе жас иіс Арина оның нақсүйері болып, қалағанын орындап, бұның айтқанына шықпайды. Әлі 18-ге толмаса да өзінің білмейтін пәлесі жоқ. Көзі мөлдіреп, менің сүйікті арыстаным сол, сен мені сүйесің ғой, я, маған үйленесің ғой, я, дейді. Бұны аймалап жатып, армандапсың көк тоқты, қорадағы көк шөпті деп іштей мырс ете қалса да, оған білдірмей әрине жаным деп өліп өшіп, сүйген адамның кейпіне ене қалады. Ана Арай деген қыз әбден менің зығырданымды қайнатты. Өзі кішкене болып алып, кеудесіне соққан бір пәле екен. Кеше аспазға барып, тағамдарды дұрыс дайындамаса, шағымданудың жолын табамын деп қорқытып кетіпті, қасындағы ана Қайыр сүмелегімен. Енді аз ғана уақыт қалды ғой. Қайыр 2-3 айда бұл жерден кетеді. Сол кезде көреміз оның әуселесін. Кстати, Жан, мен де биыл кетемін ғой. Мына жерден маған тұратын дұрыс жер дайындап жатырсың ба? Екеуміз ғана арналған махаббат мекені деп аузын бүртитқан Аринаны аймалап сүйіп жатып, жарайды, 2-3 ай тосайын, әлі-ақ менің дегенім болады деп ойлаған Мұхтар да Қайыр мен Арайды жайына қалдыруды жөн көрген. Алғаш рет керемет сезім құшағына бөленген Арайдың бақыттан басы айналып, ерекше көңіл күйде жүр. Сабағының тез аяқталуын аңсап, Қайырды көруге ынтызары ауады да тұрады. Оны көре сала, арсалаңдап жүгіріп барып, мойнына асыла кететін Арай өз сезімін білдіруден қысылмайтын болған. Тіпті кеше алғаш рет сүйісудің балшырының дәмін татып көрді. Оның тілінің ұшы өз тіліне тиген кезде денесін тоқ ұрғандай, бүкіл қан тамырлары шымырлап, ішінде сансыз көбелек қанат қаққандай тәтті сезімге елтіген Арайдың аяқтары бүгіле берген. Кіп-кішкентай Арайды алақанына салып көтеріп алған Қайыр қайта-қайта сүйіп, шөлі қанбағандай кейіп танытқан. Сен кеткен соң мен қалай бұл жерде қаламын? Алаңдама, мен күнде келіп тұратын боламын. Екеуінің әңгімелері таусылмай, армандаудан жалықпай, алдағы өмірлеріне жоспар құрып, ұзақ отыратын. Олар үшін алдағы өмірлері керемет еді, бірақ бәрі біз ойлағандай болмайды ғой. Уақыт зырылдап өтіп, міне Қайырдың балалар үйімен қоштасар кезі де келіп жетті. Арайды қимай қиналып жанын қоярға жер таба алмай жүр. Арайдың да көз жасы көл болып, мына жалған дүниеде жалғыз өзі қалғандай көңілі құлазып кеткен. Жаным, жыламашы, Алла қаласа орналасып болған күні-ақ келемін. Телефон сатып аламын, сол арқылы күнде хабарласып тұратын боламыз. Қайыр, мен қорқамын, сені енді көре алмайтындай сезімдемін. Өз ойымдан өзім қорқып кетемін, бірақ ештеңе істей алмаймын. Қойшы Арай, қайдағыны жоқтайтпай, бәрі жақсы болады деп, ақырғы рет кеудесіне қысқан құшақтап, Қайыр артына жалтаң-жалтаң қарап, ұзап кеткенге дейін соңынан қарап, балалар үйінің темір шарбағына жабысып тұрған Арайдың көзі жылаудан білеудей болып ісіп кеткен. Біреу келіп жүрегін жұлып әкеткендей. Содан бері 2 күн емес, 2 жыл өткенде елеңдеумен күнін өткізіп жүрген Арайдың ештеңеге зауқы жоқ, құр сүлделерін сүйретіп, тамаққа да тәбеті шаппайды. Бүгін кешкі асты ұшқылап, иісі ұнамай, аузына салмаған күйі келіп, төсегіне құлаған ол түн ішінде кішкентай балалардың жылап шулағанынан оянып кетті. Мерзімі өтіп кеткен тамақтардан жасалған тағамнан уланып қалған балалар құсып ауырып қалған екен. Әсіресе кішкентай сәбилердің қиналғанын көргенде ашудан зығырданы ойнаған, қайнап кеткен Арай жүгіріп директордың бөлмесіне келді. Кабинетіне диван әкеліп қойдырып алған Мұхтар көбінесе жұмыс орнында түнеп қалатын еді. Бірақ бүгін ол бөлмесінде болмай шықты. Дәл осы уақытта қаланың басқа шетінде жалдамалы пәтерде Аринамен бірге түнін өткізбек болып келген Мұхтар нақсүйер екеуі балконда құшақтасып тұрған еді. Жан, менің саған айтар керемет жаңалығым бар. Айта ғой, екеуміздің кішкене балапанымыз болады деп, қуаныштан жүзі жарқырап тұрған Аринаны өзінен жұлқы итерген Мұхтар, балапаны несі? Сен есің дұрыс па? Неужели мен саған үйленеді деп ойлайсың? Сен кімсің, мен кіммін? Қалайша, Моха? Сен мені сүйесің ғой, үйленемін деп өзің айттың ғой.
Ха, сендей жетімекке үйленетін мен саған кіммін? Сенің өзің басың жұмыс істей ме? Ах, солай ма? Онда кәмелетке толмаған мені зорлады деп айыптап абыройыңды айрандай етемін. Сенің жасап жүрген барлық масқараларыңды әшкере етемін әлі. Ашудан қалш-қалш етіп жылап тұрған Аринаны бетіне салып қалған Мұхтар алыса кеткен қызды бар пәрменімен итеріп жіберді. Балкон жиегіне соғылса да орнынан ұшып тұрып Мұхтардың жағасына жармаса кеткен Арина өткір саусақтарымен мойнынан осып өткен. Мұхтар мойнында қанды із қалғанына ашуы келіп, не істеп не қойғанын есеп бермеген күйде Аринаны көтеріп алып балконнан бір-ақ лақтырған. Көп қабатты үйдің артқы жағында орналасқан балконнан төменге қараған Мұхтар қап-қараңғы түнектен түк те көре алмаса да, жасаған қылмысының ізін жасыру үшін өзінің осы жерде болғанын білдіреді-ау деген нәрселердің көзін құртып, қолы тиген жерлерді сүртіп, аяғының ұшымен басып шығып кетті. Өзін ешкім көрмегеніне қуанып, қылмыс орнынан ұзап кеткен кезде телефонына балалардың жаппай тамақтан уланып қалғандығы туралы хабарлап, жұмыс орнына асыға бет алды. Ертеңіне Аринаның өлі денесін тауып, кім екенін, қандай жағдайда қаза болғанын табу үшін теледидардан оның суретін жаңалықтарда көрсете бастады. Үйін жалға берген адам Аринаның жетім екенін білетін, іздейтін ешкімі жоқ шығар. Білдім десем өзімді тергеп есімді шығарар. Одан да аш құлақтан тыныш құлақ деп, түк білмейтін адамдай өз үйін ол күндері ешкімге жалға бермегенін айтқан. Одан басқа ешкім Аринаны танымайтын еді. Қыздың өлімі жұмбақ болып қала берді. Бұл кезде жедел жәрдеммен ауруханаларға жеткізілген балалар жағдайына қанық болған құзырлы органдар балалар үйіне тексеріспен келе бастады. Басқа балалар үндемеуді жөн санап, сұрақтарға басшылар үйреткендей жауап бере бастағанына ызасы келген Арай бар жағдайды айтып беру үшін асығыс директордың кабинетіне кірді. Тексерушілер көрінбейді. Диванда жайбарақат Мұхтар жатыр. Бір топ тексерушілердің қалталарын қампитып мейрамханадан тапсырыспен алдырған дәмді тамағы мен қымбат ішімдіктерін ішкізіп шығарып салған ол, үлкен жұмыс атқарғандай өзі де масайып демалуға жатқан бет еді. Теледидардан беріліп жатқан концертті көріп жатып көзі ілініп бара жатқан есікті жұлқи ашқан Арайға ежірейіп қарап, "Бұл кім ей? Арай сен бе? Келе ғой", деп орнынан қалбалақтап тұра берді. Аринаның ыстық құшағын ұмыта қоймаған Мұхтар Арайды көзімен шешіндіріп өліп өшіп барады. Алдында тұрған қыздың әлі жасы 14-тен аспаған жас бүлдіршін екенін де ойлап тұрған жоқ. Арай, сен Қайыр туралы білуге келдің бе? Оның қай жерде орналасқанын білгің келе ме? Қайырдың атын естіген кезде оны сағынып алаңдап жүрген Арай басылып қалды. "Кіре ғой, кел, мына жерге жайғасып отыра қал. Қазір мен қағаздарды көтеріп көрейін." Есіл-дерті қызды қалайда алдап, өз дегеніне көндіру болған Мұхтар қулыққа көшкен. "Сен мына тағамдардан ала отыр, қандай сусын ішесің?" "Жоқ, мен ештеңе ішпеймін" дегенмен де стол үстіндегі жайнап тұрған дәмді тағамдардың иісі мұрнын жарып, аш асқазаны бұрап ауыра жөнелген Арай еріксіз сілекейін жұта берген. "Арай, мұндай тамақ күнде табылмайды. Қане, дәмін татып көрсеңші." Тарелкаға әртүрлі тағамдарды алып салып алдына қойған Мұхтар, "Қазір мен қағаздарды қарағанша жеп тойып ал" деп, өзі стаканды басына көтеріп ішіп алды. Өзін қанша тежегісі келгенмен де талайдан бері дәмді тамақ жеп көрмеген Арайдың нәпсісі жеңіп алдындағы тағамды жеуге кіріскен. Шынымен де керемет дәмді екен. Тоқтай алмай жатыр. Қыздың арт жағынан келіп, иісін құшарлана иіскеп қызығып қараған Мұхтар аяғының ұшымен барып есікті кілттеп үлгерді. Сылдырлаған кілттің даусын естіген Арай орнынан атып тұрып қорыққаннан көздері бақырайып, "Сіз не істеп жатырсыз? Неге есікті жаптыңыз? Маған жолаушы болмаңыз" деп қолына шанышқыны қыса ұстаған күйі шегіне берді. Сол кезде теледидардан Аринаның бейнесі көрініп, аяғы ауыр келіншектің өлі денесі табылғаны туралы хабарлама беріле бастады. "Арина, оны сен өлтірдің бе? Мен білемін, ол сенің нақсүйерің болған еді ғой. Аяғы ауыр екенін естіп өлтіріп тындың ба сен хайуан" деп айқайлаған Арайдың аузын басып, бас салған Мұхтар оны диванға алып ұрды. Кішкене қыз қанша бұлқынып қарсыласқанмен де, еңгезердей еркек екеуінің күштері тең емес еді.
Дәрменсіз қызды тыпыреткізбей бүкіл денесімен басып, үстіндегі киімін жырта-мырта бас салған Мұхтар аш қасқырдай жап-жас бүлдіршін қыздың тәні есін шығарып, өзіне тартқаннан өз-өзіне есеп беруден қалған хайуан, ар-ұят, обал дегенді ойламай, жемтігін жеуге ұмтылған жыртқыш аңдай көздері алақ-жұлақ етіп, сілекейі шұбарып, бір қолымен қыздың мойнынан қыстап ұстап, екінші қолымен бүкіл денесін тіміскілеп, өліп-өшіп ырсылдап жатыр. Сумақай қолдары денесіне тиген сайын тұла бойы түршігіп жатқан Арайдың айқайлауға шамасы жетпей, тамағынан қырылдаған ғана дыбыс шығады. Өңешін езіп қысқан қарулы саусақтары тамағын үзіп жібергендей, көзі қарауытып, енді болмаса есіне танып қалатындай. Дегенмен де өліспей беріспеуге бел буған Арай жан таласып бойындағы бар күшін жинап, оңтайлы сәтті пайдаланып, қолындағы шанышқыны Мұхтардың дәл көзіне қадап үлгерді. Кірш етіп кірген шанышқы дыбысымен ақ ұрқан еркектің дауысы қата шықты. Бұрқ етіп көзінен ағылған қан Арайдың бетін жауып кетті. Екі қолмен бетін басып, қыздың үстінен жерге құлап түскен Мұхтардың жан дауысы шығып, қолдары дір-дір етіп, шошайып қадалып тұрған шанышқыны суырып алуға ынталанып, тізерлеп жерде отыр. Есін жиған Арайдың бойына ерекше күш пайда болып, орнынан серпіле атып тұрған ол, стол үстіндегі бөтелкемен шоқайып, ыңырсып отырған еркектің қара құсын дәлдеп, бар күшмен бір-ақ берді. Бөтелкенің күл паршасы шығып, еңгезердей еркек еденге сұлқ құлады. Жалмалжан есіктің кілтін алып, жүгіріп барып есікті ашқан Арай дәлізге шығып, еңіреп жылаған күйі алдынан алғашқы кездескен тәрбиешінің құшағына ес-түссіз құлап түсті. Жалғасы бар. Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын кітаптың алып келсе, комментарийға жаза кетіңіз.